біздің студиямызда жұлдыз болмаса да, жұлдыздарды жақсы танитын Қазақстанның ең алғашқы аңшысы болмаса да, жақсы аңшы деуге болады. Астананың тұрғыны болмаса да, жақын көршілес қонақ келіп отыр. Кім деп ойлайсыздар? Әрине, бол Тоқтар аға Әубәкір. Ассалаумағалейкум. Мерекеңізбен. Көршіміз деп жатқанымыз, яғни қазіргі түсірілім болып жатқан Қазмедиа орталығына арасында үй салмай, яғни Қазақстан темір жолы орналасқан, білесіз ғой. Ғарыш пен темір жолында айырмашылық бар ма екен? Сіз сол жақта қазір қызмет атқарып жатсыз. Ғарыш пен темір жолдың енді маған дегенде әрине енді ғарыш ол ғарыш, темір жол баяғыдан үйреніп қалған темір жолымыз. Біз қазір үлкен бағдарлама жасап жатырмыз. Бүкіл транспорт бір ұжымда, бір ұлттық компанияда болу үшін, оның ішінде авиация да кіреді. Олай болатын болса, мені ұлттық компанияның президенті Мамин Мырза шақырған себебі авиацияда кірейін деп жатыр. Сол кеңесші болыңызшы авиация жағынан деген сонымен сол темір жолға кіріп жатқаным. Бірден келіңіз. Жаңа жұмыс құтты болсын. 12 сәуір кезінде көрген азаматтар Совет заманында ғой, айтады, ерекше мереке болатын дейді. Яғни көпшілігі естерінен танып, сізге ұқсасы келіп, ғарышкер болуды армандайтын дейді. Қазір ондай атмосфера жоқ. Керек пе бізге осындай атмосфера? Әрине. Бұл тәрбие, патриоттық сезімді оятады. Көпшілік айтады, ғарыш күнін 12 сәуір күні емес, 2 қазан күні тойлаған дұрыс дейді. Яғни бұл сіздің алғашқы ұшқан күніңіз 2 қазан. Яғни көпшілік ғарыш тарихын білмей ме, әлде сізді қатты жақсы көре ме? Меніңше Америкада халықаралық күні 12 сәуір десе де, олардың Гаррисон ұшқан күнін тойлайды. Бірінші ғарышкер деп. Бөлек тойлайды? Бөлек тойлайды. Ұлттық күн. Менімше енді бүкіл қазақ ұлты болып бәрі сұрап жатқанда, мен енді өзі қазақтар білер еді. Қай күнді тойлайтын. 2 қазан тойлауымыз керек. Мен әрине қуанам олыш. Қуанасыз. Кезінде Гагаринді көпшілігі культ санады. Соның алғашқы ұшар алдындағы қимылдарын жасады, ырымдарын жасады. Бірақ сіз сол ырымдардан бас тартыпсыз. Қандай ырым еді ол? Мен орыс ұлты болмағансың, славян ұлты болмағансың. Мен қазақ халқының атынан шыққансың. Мен қазақша айттым. Олар поехали дейді. Менің айтқаным қазақ сен үшін отқа да жануға, ғарышқа да ұшуға дайынмын деп солай кетті. Көпшілігі ғарышқа барып келгеннен кейін сәл сырқаттанады, бұлшықеттері, жүйке жүйесі. Сіз ұшып келгеннен кейін қалай күтіндіңіз және қазір қалай күтініп жатсыз? Ол кезде енді шында қонғанда және жер қатты болғансын енді бір ұрлық балдық. Бірақ түсе сала жерді құшақтап жерді сүйгемін. Жарты сағаттан кейін медициналық комиссия өтті де айтты, ойбай, бұл кісінің мұна жүрегінің дүрсілеуі де, қанның қысымы да 120-70, 68 жүректің дүрсілдеуі. Ондай ешкімде әлі болған жоқ. Қазір не істеп жатсыз? Қазір темір жолды игеріп жатырмын. Темір түсінікті. Мынау ғарышқа қайтадан барасыз десе сізге. Сізді алғашқа сол жаққа итермелейтін қатты асуға қандай белгі? Сіздің бағдарламаны пайдаланып, тағы бүкіл қазақ халқына айтқым келіп отыр. Мен бірнеше жыл бұрын айтып едім. Қазақтарым айналайындар. Мен 70 жылды осы ғарышта өткізейін деп едім. Барғым келіп жүр. Оған мен дайындалып та жүрмін. Бірақ менде ондай қаражат жоқ. Күнден күнге бағасы өсіп бара жатыр турист болып бару үшін. Ақшаны жинай беріңдер дедім. Қапшықтарыңа сала беріңдер енді. Содан кейін бір жыл қалғанда, ол 2 жақ қалды. бір жыл қалғанда сол қапшықтан алып
соны жібереміз НАСА-ға. Құрметті көрермендер, осы кезден бастап ақшаларыңыз жинаңыздар, өйткені біз Тоқтар ағамызды ғарышқа аттандырамыз. Рас қой? Солай. 12 сәуірді сіз ерекше атап өтеді дейді. Қалай? 90 жылы осы жерде 12 сәуірді үйімдегі есігім ашық деп жарияладым бүкіл қазақстандықтарға. Бүгінгі кейін осы 12 сәуір таңертеңден бастап менің есігім ашық, дастарханым жайлы тұр. Кім келсе де келе беріңіздер. Ал Бәрдеріңіз күтті. осы авиация саласына байланысты, ғарыш саласына байланысты өзіңіз туралы арнайы журналистік зерттеу жасап, сюжет дайындаған біздің әріптесіміз бар. Ортаға шақырайық. Нұрбек мырза. Нұрбек, әміша. Қолында тағы бір ерекше кітап ұстап алыпты. Ең қызығы. Қош келіпсіз студиямызға. Нұрбек, сіз журналистік зерттеу жасадыңыз. Тоқтар ағаға байланысты, иә? Тоқтар ағаға байланысты жаңағына 2 сағат бұрын ғана эфирден өтіп кеткен болу керек. Біздің бағдарламаның аты Тоқтар аға білет, арнайы хабар деген бағдарлама. 20 минут бойы қазақтың ғарышы, оның ішінде қазақтың ғарышын көркейткен Тоқтар ағамыздан бастап біз осындай ұлықтап, ағаларымыздың кейбір айтылмай жүрген мәселелері болса, соларды айтқызып ағамызға біраз шер тарқатып кеше осындай бағдарлама болған болатын. Енді сіз қолыңызға кітап ұстап алыпсыз. Бұл менің өзімнің әкем, Шынтемір Әмишаевтың «Сізбен түйедей құрдас» 46 жылға сол кісінің сізге арнаған өлеңі бар еді. Соны бір қонаққа ретінде оқып берейін деп арнайы келген болатын. Мархабат, әрине. Тоқтар ағаға енді Тоқтар ағаға бұл жаңалық емес, ол кісіге арналатын қаншама өлеңдер бар. Сол 91 жылға 2 қазаннан бері қаншама өлең. Дегенмен бұл кісіге арналатын мадақтауда, бұл кісіге ағамызға арналатын барлық жылы сөзде артық етпейді. Өйткені бізде Тоқтар біреу. Тақырыбымыз бар қазақтың қаһары. Хас тұлғаңа сай теңеу табамын ба, домбырамен күй тұнған сағағында. Бар қазақтың қаһары тектілігі, қауышқандай бір сенің қабағыңда. Сүйсінтеді жұртыңды ірілігің, бірі дүмін шашқамен бірі күлін. Қажырыңның қамалы бұзылмаған тоқтарымен баукеңдер түрі бүгін. Ұнаған сияқты, сұрамай қойық, ұнады ма, ұнаған жоқ па деп әрине ұнады. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп отырсыздар. Бүгін бізде студияда ерекше сұхбат болды. Өйткені қонақта Тоқтар аға Әубәкіров болды. Бізді мақтан тұтатын батыр ағамыз. Сіздерді 12 сәуір ғарышкерлер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз де құттықтап өтсеңіз болады. Құттықтаймыз. Құттықтаймыз. Қысқа да нұсқа.